Сайн байцгаана уу үзэгчдээ Наврын өдрүүдэд зориулсан мэдээллийн хөтөлбөр маань та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Ингээд та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу. Наврус 2019 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдаж байна. Аймгийн засаг даргын тамгын газар, аймгийн хүнс хөдөө жохин газар, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын аймаг дахь салбар хамтран өнөөдрөөс эхлэн Наврус 2019 үзэсгэлэн худалдааг аймгийн спорт цогцлбор зохион байгуулж эхэллээ. Үүнд жижиг дунд бизнес эрхэлдэг иргэд маань идэвхтэй оролцож байна. Мөн энгийн иргэд ч гэсэн энэхүү үзэсгэлэн худалдааг өргөнөөр очиж үзэж сонирхож байна. Наврус 2019 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдлаа. Баяуулгын аймгийн засаг даргын тамгын газар, аймгийн хүнс хөдөө жохин газар, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын аймаг дахь салбарын танхимтай хамтран Наврус 2019 үзэсгэлэн худалдааг өнөөдрөөс эхлэн аймгийн спорт цогцлборт зохион байгууллаа. Энэхүү үзэсгэлэн худалдаанд малчид, үйлдвэрлэгчид болон аж ахуйн нэгж байгууллагууд сүүн, цагаан эдээ, таалга, нарийн бов зэрэг бараа бүтээгдэхүүнээ өргөн сонголттойгоор олныг хүртэл болгож байгаа тул иргэд хөдөлмөрчид та бүхэн үйлдвэрчдийн гар дээрээс шууд үйлдвэрийн үнээр худалдаа авалт хийхийг уриаллаа. За энд бүгэн көрермендер барлықтарыңызды келе жатқан Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Біз жаңағы Ақ дастархан компаниясы атынан осы көрмеге келіп қатысып жатырмын. Осы көрмені ұйымдастырған жаңағы аймгийн жаңағы аймақтық нелерге жастардың тамгын газар жаңағы көтү чойн газар деген соған бастаған хелтин алдарға көптен көп рахмет. Адамдар халық көп кеп көріп біздің жаңағы шығарған өнімдерімізді тамашалап жаңағы тапсырыс беріп жатыр. Ең бастысы бізге осындай іс-шаралар жиі жүріп тұрса негізі жақсы екен. Біз енді негізі 25 түрлі өнім шығарамыз. Бүгін 18 түрлі өнім шығарып осында алып келгенбіз. Содан енді сатылып, жақсы сатылып жатыр. Халық жаңағы тапсырыс беріп, Наурыздың дастарханының жаңағы дәмді ұн тағамдарына тапсырыс алып жатырмыз. Енді біздің компания биыл 11-ші жылда жұмыс істеп жатырмыз. Өлкеге тарда енді танылған компания ма деп ойлаймыз. Енді өзіміз жаңағы басқа кезде болғанда жаңағы магазиндердің, делгөртердің жаңағы несінен лаңғу дейді ғой, не деп айтамыз. Содан сатқызамыз, және де мектеп сестерліктердің түскі тағамына қатысамыз аздап-аздап. Енді бізді демжіп, біздің жаңағы осындай іс-шараға қатыстырып жатқан барлықтарыңыз рахмет. Жалпы аймақтарына басшылардан бизнес атқарушыларға көмек қолдау әзірше көмек алып көрген жоқпын. 11 жылда ешқандай жаңағы жижиг дунд үйлдвер деп айтады ғой, соның зеленый де қамырдығамыз жоқ, әлде ондай нәрсе алып көрген жоқпын. 2017 жылы жаңағы 10 жыл жаңағы жай жалдау пәтер деп айтады ғой, енді сода жұмыстап тұрып, биыл ғана 17-де өзіміз жаңа жеке өндірісіміз салғамыз, сода іс-шарамыз атқарып жатырмыз. 6 адам біз жұмыспен, 6 отбасын жұмыспен қамтып отырмыз. Ал енді бүгін міне 2019 жылы Ақтағамның енді мынандай көрме саудасына келіп қатысып жатырмыз. Мен өзім болғанда алтын сөксімінен келіп тұрмын. Түйе байлап, түйе сауамыз. Түйенің чуатымен байылгөйді алтын сөксінен бәркі жақу енді сүт, чуат, қымызымен қанымдап тұрмыз. Жеке түйе ғана емес. Түйенен жылына 15, бір жыл 15, бір жыл 18-ден сауамыз. Күніне 20-дан 25 литр сүт аламыз. Литрін 5.000-мен сатамыз. Оның ар жағында да сиыр да сауамыз, бие де сауамыз, енді балаларымызбен бірігіп. Осындай мал шаруашылығымен айланып, бала шағамызбенен еңбек істеп, тіршілік істеп жатқан жағдайымыз бар. Бүгінгі мынада өткен көрме саудасы жақсы болды. Енді адамдар үстіп көп қатысса, осындай енді жақсы екен деп
тағы да адамдарды осындай көрмеге шақыра беремін енді. Басқа енді немен айтамын. Енді алда келе жатқан енді Наурыз мерекеміз құтты болсын, бақытшылы болсын, барлық отбасына жақсылық, береке келсін деп тілеймін енді. Өнөөдөр аймгийн төв номын санд Казахын нэр зохиолч Хавай Кунанбаевын шүлэг яруу найргаас ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд уран уншлагын тэмцээн зохион байгууллаа. Энэхүү тэмцээний зорилго нь яруу найргийн утга учирыг ойлгох, зохиолыг хэлэлцэх, сурагчдын хэлний баялагийг дээшлүүлэхэд оршиж байна. Тэмцээнийг төв номын сангаас гадна Үлгий сумын засаг даргын тамирын газар дэлхийн зан олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулагдсан байна. Тэмцээнд Алтай, Булган, Сагсай, Ногоонор болон аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 30-аад сурагчид идэвхтэй оролцсон байна. Өнөөдөр аймгийн төв номын санд Казахын нэр зохиолч Хавай Кунанбаевын шүлэг яруу найргаас ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд уран уншлагын тэмцээн зохион байгууллаа. Тэмцээнийг төв номын сангаас гадна Үлгий сумын засаг даргын тамирын газар дэлхийн зөөн олон улсын байгууллага дэмжин ажилласан байна. Тэмцээнд Алтай, Булган, Сагсай, Ногоонор болон аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 30-аад сурагчид идэвхтэй хамрагдлаа. 19 насны ангиллаар 1-р байрыг Кеңес өвгтөө Ах Бопе, Сагсай сум, 2-р байрыг Хасам өвгтөө Гүлэйн, Толб сум, 3-р байрыг Асалгаан өвгтөө Ах Ниет, Ногоонор сум, 4-р байрыг Гавдуулын өвгтөө Ах Жархан, Булган сум тус эзэллээ. Харин 14-өөс 18 насны ангиллаар 1-р байрыг Үлгий сумын Адивэт өвгтөө Нур Султан, Бугут сумын Даран бүрэн дуу сургуулийн Жанвик өвгтөө Жураагаад 2-р байр, Үлгий сумын Илгаазаа өвгтөө Лайла 3-р байр, Көкмайнах сумын Хизат өвгтөө Хуансан 4-р байр, мөн Үлгий сумын Улхбан өвгтөө Жан Сэрэг 4-р байрыг тус эзэллээ. Екі жақта өзіңді сенгіштік пен әуре етпе, ұнатпай мақтауды қуып кетпе, жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, саутылдап сағым туған бойыңа етпе. Қызық келсе қарсы тұр, құлай берме, қызық келсе қызықпа, оң қаққа ерме, жүрегіңе сүңгіде күн көзде, санан тапқан шын асыл тастай көрме. Көріп, ұстап, татып ескерсе, жаман мен жақсыны таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөзін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өз іске жарамайды. Мектебінің 7-ші сынып оқушысымын. Менің қазір айтпайын өлеңім. Өлсе өлер, табиғат адам емес. Өлсе өлер, табиғат адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айырғаным өлді деп ат қойыпты, он кей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікте көңіл бөлмей, фәни қоймас, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмассың, терең ойдың телміріп соңы бермей. Дүниеге дос, ақыретке бірдей болмас, екеуі тап, бірдей орны қалмас. Дүниеге ынтық, мақшарға амалсыздық, иманын түгел деуге аузын бармас. Абайдың 20-шы қара сөзі. Адам тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгермейді. Пендеде бір іс бар, жалығы деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өз тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласы қайта құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсеңде, ақырында тағы келіп жемеді. Ақылы түгел, ойда адамның баласы байқаса. Осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар ма? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, келбездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңіл аз ба көп пе жалығады. Оның үшін бәрінің қайғын көреді. Көңілі бұрынғыдан да суи бастайды. Көргені көп болған адам білімді болады. Әрбір естілік жеке өз іске жарамайды. Сол естілердің сөзін естіп, жаманны сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады.
мұндай сөзді естігенде шайқақтап, шалықтап, салбырап, салғырттап ескірсең, не есіткен? Жерді қайта қайырып сұрап, оғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөзінің расына көзі жеткізсе де, қайта қалпына кетсе, не есіткен? Сондай сөз танымайтұғын, елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын. Шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан. Сол секілді сөз болады. Ақтан Балуял атындағы аймақтық кітапханадан 6 жылда жүріліп жатқан абай оқулары, соның ішінде абайдың өлеңдері, абайдың қара сөздерінен оқушылар арасында жыл сайын мәнерлі оқу сайысы жүрген. Бұл сайыс 6 жылда жүріліп жатыр. Бұның ең бір зор табыстығы аймағымыздың біткен сұмындары, оның аймағымыздың ішіндегі толық орта мектептердің оқушыларының арасында жарияланған. Бұнда 9-дан 13 жас, 14-тен 18 жас деген 2 топпенен бөлініп жарияланған. Ал 9-дан 13 жас аралығындағы 10 өлең, 5 қара сөз, 14-18 жас аралығындағы оқушыларға 12 өлең мен 5 қара сөз бойынша жарияланған. Бұдаған 30-дай бала тізімделіп, 30 бала қатысып жатыр. Ноғонор, Сақсай, Сағанор, Тұлба, Бұлғын сұмындарынан оқушылар кеп қатысты. Біздің енді бұл мәнерлі оқу сайысының мақсаты не дегенде, ұлы абайдың өлеңдерін келешек ұрпаққа жеткізу, сол абайдың өлеңдеріменен оқушыларды тәрбиелеу, имандылыққа жетектеу деген сондай мақсатпен жұмыс жүргізгенбіз. Бұған енді оқушылар көп қатысты, ата-аналар да балаларына кеп қатысып жатыр. Бұл жұмыс біздің аймақтық кітапханада 6 жылда үрдіс болған, 6 жылда жұмысталып отыр. Ал енді біздің бұл сайыс жұмысымызға өлге сұмбының іс басқару орны, онан Делхинзон ұйымынан бізге қолдау көрсетіп, демеушілік жасап, жұмыстап жатыр. Сіздерге алдағы келе жатқан ұлыстың ұлы күн мейрамымен құттықтаймын. Ұлыс оң болсын, ақмол болсын деген тілек айтайын. Ал енді Наурыз мерекесіне байланысты осы көптеген іс-шаралар ұйымдастырып жатыр. Осының бір дәлелі болғанда аймақтық кітапхана ұжымымен біздің өлгей сұмын іс басқару орталығы бірігіп өлең сөздің патшасы сөз сарасы атты ұлы қазақтың ақыны Абай атамыздың өлеңдері мен қара сөздерін жалпы халыққа дәріптеу, жастардың арасында дәріптеу мақсатында осындай сайыс жүріп жатыр. Бұл сайыс болғанда аймақтық кітапханада 6 жылда жүріліп жатыр. Бұның негізгі мақсаты болғанда жас өспірімдерге Абай атамыздың тәрбиелік мағынасы бар өлеңі мен қара сөздерін жеткізу, және де қазақтың өлеңдерін келешек ұрпаққа дәріптеу болып табылады. Кітапханашы айтып кетті, жалпылама 30-дай бала қатысып жатыр деп. Осы 30 баланың оқып отырған өлеңі мен қара сөздерін қарап көргенде біздің жастардың мәнерлеп оқуы, қара сөзді оқуы өте мәнерлі, шеберлі орындап жатыр. Жалпылама мектеп оқушыларында қазақ тілі әдебиеті сабағында осы Абай қара сөздеріне қатысатын жастардың санын молайтса деп отырмыз. Тек біздің аймақтың түбінде қазір 12 жалпылама мектеп бар. Мұнымен қосқанда 20-дай 30-дай мектеп бар. Осыдан қарағанда 30 бала деген сан көрсеткіші өте аз болып тұр. Сондықтан кейінгі кезде мына жастар интернет әлеуметтік жүйеге көп ауып кетіп отыр. Сондықтан осыған байланысты кітапты оқыса, Абайдың қара сөздерін оқыса, мән мағынасы көп. Сондықтан осы жастарға айтар тілегім, Абайдың қара сөзі мен өлеңдерін оқып, келешек ұрпаққа тәрбиелеп кетсе деп ойлап отырмыз. Мен Бұлғын сұмынан келдім. Осы Абай Құнанбайұлы өлең сөздің патшасы сөз сарасы атты байқауға келдім. Мен 6 сынып оқимын. Алғаш қатысушыңыз ба? Жоқ, осымен 3 жыл болды. Өткен жылдарда қандай өнер көрсеттің, орын иелендің ба? Жалпы осы жыл сайын қатысқандарыңыз қандай нәтиже берді?
Ең алғашқы жылы қатысқанда мен екінші орын болдым. Былтыр қатысқанда 4-ші болдым. Сол арқылы мен тақпақты жақсы оқитын болдым. Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгінгі күннің жалынды сәлемін жолдаймын. Және де келе жатқан Наурыз мейрамдарыңызбен қызу құттықтаймын. Бүгін Абай Құнанбайұлының өлең сөздің патшасы сөз сарасы атты байқауы жүріліп жатыр. Мен осы сайысқа алғаш келіп тұрмын. Осыдан 3 километр ұзақ, 300 километр жерден келдім. Атым Айнұр Ақиратқызы, 5-тің сыныбында оқимын. Жалпы қарсыластарың қалай деді? Сен осы сайыстан жеңетініңе сенімдісің бе? Қарсыластарың басқасының балалары қалай дайындалып кетті? Жақсы. Сәлеметсіздер ме? Сіздерді келе жатқан қазақтың ұлттық мейрамы Наурыз мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Бүгінгі жүріліп жатқан қазақтың ақындарының бірі Абай Құнанбаевтың өлең сөздің патшасы сөз сарасы атты мәнерлеп оқу сайысына қош келдіңіздер деймін. Және де мен өзім келгенде Ноғай Нұрсұмынның 1-ші мектебінің 8-ші сыныбынан келіп отырмын. Атым Әділбек Әкелі, Мәдина Абылада. 5-ші жылдан қатысың, алғаш па? Алғаш қатысып тұрмын бұрын болғанда. Көрінген қалай жалпы сайыс әділ жүріп жатыр ма сен үшін? Жалпы сайыс жақсы жүріп жатыр, балалардың дайындығы жақсы екен. Енді өзім болғанда алғаш қатысып тұрмын. Баян-өлгий аймгийн засагдаргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4-3-ийн нэгдэх хэсэгт заасныг хэрэгжүүлэх, өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, казах, уранхай дөрвөд Тува түмний үндэсний өв уламжлал соёлыг сурчлах зорилгоор аймгийн иргэдийн төлөвчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2019 оны 26 дугаар тогтоолын дагуу аймгийн засагдаргын А-дроп 193 дугаар тооц захирамжаар Алтай нүүдэлчин 2019 өвлийн аялал жуулчлалын ивентийн арга хэмжээ жил бүр уламжлалт болгон зохион байгуулагдах тухай шийдвэр гарсан байна. Энэ хүрээнд өнөөдөр энэхүү үйл ажиллагааны нээлтийн үйл ажиллагаа төв талбайд болж өндөрлөө. Энэ хүрээнд аймгийн орлогч дарга Кавлаар ахлуулсан ажлын хэсэг хуралдсан байна. 2019 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр Алтай нүүдэлчин 2019 өвлийн аялал жуулчлалын ивентийн арга хэмжээг зохион байгуулахаар тогтоосон байна. Аймгийн засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4-3-ийн нэгдэх хэсэгт заасныг хөгжүүлэх, өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, казах, уранхай дөрвөд Тува түмний үндэсний өв уламжлал соёлыг сурталчлах зорилгоор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2019 оны 26 дугаар тогтоол аймгийн засаг даргын А-дроп 193 тооц захирамжаар Алтай нүүдэлчин 2019 өвлийн аялал жуулчлалын ивент арга хэмжээг жил бүр уламжлалт болгон зохион байгуулах тухай шийдвэр гарган ажиллаж байгаа юм байна. Энэхүү шийдвэрийн дагуу аймгийн засаг даргын орлогч Кавлаар ахуулсан ажлын хэсэг хуралдаж 2019 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр Алтай нүүдэлчин 2019 өвлийн аялал жуулчлал ивент арга хэмжээг зохион байгуулахаар тогтоожээ. 4 хоног үргэлжлэх тус арга хэмжээний үеэр Бүргэдийн баяр гар урдлын бүтээгдэхүүний нээлтийн үзэсгэлэн худалдаа, уранхай сүрийн харваа, шагаан харваа, Жамбатуу үндэсний бүхийн барилдаан, уулын кросс зэрэг олон төрлийн тэмцээнүүд зохион байгуулагдахаар болоод байна. Тус арга хэмжээг байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, аялал жуулчлалын холбоо компаниуд дэмжих ажиллаж байгаа юм байна. Та бүхэндээ анх дастаргаан нарийн бовны захирлын яриаг хүргэж байна. Өлгий жуулчлалгаа сіздерге осы бір жақсы көктемнің, осы бір жақсы күннің сәлемін жолдаймын. Эрхэм мөндөд баян-өлгийчүүдээ та бүхэндээ энэ сайхан хаврын энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Аймагт маань сүүлийн жилүүд Монгол улсад маань одоо аялал жуулчлалын салбарыг 3 бүс болгож хөгжүүлж байгаа. Төвийн бүс, Хөвсгөл аймгийн одоо Хөвсгөл нуурын бүс, дараагаар нь одоо Хинтээ аймгийн Хан Хинтээ бүс гэдэг дөрөвт болгоод манай аймгийн удирдлууд бид нар улсын дөрөвт аялал жуулчлалын бүс болгож Баян-өлгий аймгийг бас бид нар бодлогоор улсад оруулж байгаа. Энтэй уйлдуулж аймагт маань одоо Бүргэдийн баярыг нүүдэлчдийн баяр болгоод Алтай нүүдэлчдийн баярын ивент арга хэмжээг жил болгон энэ хаврын сард хийхээр аймаг иргэдийн гурлын тэргүүлэгчдээс
тогтоол гаргасан энэ жил одоо анхныхаа нээлттэй хийж байна. Тэгэхээр энд одоо хурлан суулсан манай бүргэгчид, хөгжүүд, сургуулийн арваачид, уулын мастерууд, хүүхдүүд, аялал жуулчлалын компаниудаа ажилтны амжилт сайн сайхан өгсөөрэй. Тэгээ энэ нүдэлчтэй баяр маань бас жил болгоо манай баялгүйчүүдийн өргөн тэмдэглэдэг Наурзын баяртад авчиж байгаа. Баяр дээр баяр нэмж байгаа асуудал байгаамаа. Цаашлаад энэ ивент арга хэмжээ маань ард иргэдийн амьдралыг сайжруулах, ард иргэдийн амьдралд нь тус болохоор манай аялал жуулчлалын компаниудын одоо чадамжийг сайжруулах ийм бодлогын чанартай ивент арга хэмжээ байгаа. Жил болгоно одоо манай аялал жуулчлалын компаниуд энэ ивент арга хэмжээг улам сайжруулж одоо Монгол улсад маань бас нэлээд нэр хүндтэй талаас нь авч явах шаардлагатай байгаа. Энэ дээр бас аялал жуулчлалын холбооны тэргүүний хувьд би бас манай айбектэй Доршонтой, Атайда аймгийн аялал жуулчлалын холбооны дарга хазрын нартай байнгын ярилцж засаг даргын бас 2000 он 16-аас 20 оны мөрийн хөтөлбөрт ниссэн ажлын дагуу энэ бол нэлээд санартай зохион байгуулагдж байгаа гэдгийг та бүхэндээ хэлье. Тэгээд одоо энд оролцож байгаа бүх хүмүүстээ ажлын амжилт сайн сайхан хүсье. Улс орн болсын, ах мол болсын, застойноо рахмет сэргэ. Сайн басна уу? Өнөөдрийн Алтай нүүдэлчин ивент арга хэмжээний нээлтэнд оролцож байгаа та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн цагтаа олон мэндийг өргөн дэвшүүлэн мэдчилье. За аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон энэ том арга хэмжээг бол энэ жилээс эхлээд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа. Сая хөтөлбөрийн танилцуулсан бид бол дараа жилүүдэд бол өвөл зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. Энэ жилийн бол энэ Наурзын баяртаа одоо давхцуулан зохион байгуулахаар шийдэл гарсан байгаа. Аймгийн иргэдийн төлөвлөлтөд хордон дарга маань сая хэлсэн тогтоол нь гарсан байгаа. Цаашид бол бид аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, мөн одоо өв соёлоо хадгалан хойшдоо хөрвөх зорилготой байгаа. Гадаад одоодын аялалчид аялалын бол манай аймагт хэрж байгаа. Мөн одоо манай одоо 40 гаруй аялал жуулчлалын компаниуд байгаа. Энэ арга хэмжээг бол байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, аялал жуулчлалын холбоо, бүргэгчдийн холбоо, аялал жуулчлалын компаниудтай хамтран одоо жил болгон энэ арга хэмжээ болгон зохион байгуулна. Ингээд одоо энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаа та бүхэндээ одоо амжилт хүсье. Ирээдүйг сайн сайхан бүхнийг хүсье. Одоо нөгөөдөр болох гэж байгаа Наурзын баярын одоо мэндийг дэвшүүлье. Ассаламу алейкум халайк. Алтай тауының теріскей етіне қоныстанған біздің Байнелгейдің қазақ, Ұранқай, Дөрбет, Тұға, төсекте басы төскейді маңына қосылған аз ғана ел береке бірлікпен үлкен тіршілікке жетіп жатырмыз. Құрметті аймақ басшылары, міне бір жақсы үйге іс бастағандарыңа, еңкейге кәріне ендірге шығарып сөз бергендерге Алла риза болсын, ұлы соң болсын. Сосын қазақтың Ұранқай, Тұға, Дөрбеттің төл өнері, асық ату, қайыс ату, балуан салу, қыран салу, осы үзілмей келеді. Осыны үзілмей келе жатқан Монғолия көлеміндегі Монғол өкіметінің бастықтарына бірінші рахмет айтамын. Екіншіде, мына бүркіт тойы дегеніңіз күзгі айла болып, жаттаулы, жаттығылы, шырғамен, шақырумен келіп, қосылып, өстіп келескен жағдай бар. Одан еңсеміз төгендеп, көңіліміз қалған жоқ, қалың қатарда жүрміз. Міне жаман шалдар ғана өзі тірігінде жаман суреті тұр. Сондықтан қарғадарым Абай ақын айтқан, қан сонары шығады бүркітжонға тастан түлкі таулар аңдығанға деп. Нақ бүркітжон қан сонары атты көшпен делдің. Бірінші айдың, 12-ші айдың ішінде мұны айыл туышындар шақырып отырып, өздері сықытымен келеді, өз көздігімен келеді. Аймақтың халқына, аймақтың өркеніне, өсіміне, оның біз ақша кірісін аяйтын емес. Осыны нақ бүркіттің, аттың, адамның, түлкінің нақ қанды соғыс, қанды бұлақ қыранның қырандығын көреміз, көрсетеміз дегенге мен қатты қуанып тұрмын.
осыған көп үлесімді қосам, көп ақылым берем. Ал қарғадарым, еңбектерің алда болсын, дендерің сау болсын, өнерлерің үстем болсын. Қазақтың Уранқай төрбеттің көшпендік өнері үзілмесін. Рахмет сендерге. Қарайсы арқынжен дұрысчыға нүйт ән тұрын соғылсын қалқынды өнетірен хамамын тұрғия. Сайын арқынжен оды мана бай өлге әміқтоды жел ұрғын оты жақын бағыдықтық. Сайын арқынжен оды қазақ ұранқа өріт туа арттың оты үндісіне оты сойдек. Оты өңірдің жедек ғадатен оты жол чыттады тәл соды. Өше сашы әні арқынжені сағып өден сағып ұтысқа. Заманы ен арқынжен дұрысчыға арқынжен өтек осы чанырта жақын бағыдық. Өйейін оты күмесен оты бемжілік тұсықсағар ен арқынжен жақын бағыл жаушырчыға. Тегер ен арқынжен дұрысчыға тауықынде байыл жуан енді оранқа артымны сұры аруа үндісіне бұқ шаға аруа қазақ артымны басы шаға аруа дөрбітті ен ота шаға аруа кеч басы шаға аруаны дуадық ені бол ота басен арқынжен болды тұсқыч оруылч байыл басы өті болу кеч басы өті жөне теге тауықынде бүгдері Илгерен конкурсын тұрдыра түшем қылын ел сасыясын үстілін бейлч. Бәқір тұға кетік ерелі өргінде үшөлі. Наурыздары байыр олчыға татақылды одач. Олы сауын болсын, ақ мол болсын. Байырылла. Жиылған қауым ұлыстарыңыз оң болсын. Бүгінгі бүкіл Монғолияның туризмнің туы болған Баян-өлгей аймағында ұйымдастырылып жатқан көшпенділердің салт дәстүрі, оны әлемге таныту, осы дәстүрді ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруға арналып отырған осы бір үлкен межелі істе қолдау көрсетіп отырмыз. Мен өзім туристік компанияның директорымын, Алтай Трекинг компаниясының. Біздің мақтанып айта алатынымыз Баян-өлгей аймағында туризм саласында екі білегін түрініп, осы таулы өлкенің биігін бағындырып, қыран бүркітті ойнатып, асық атып, кигіз үй, ат, бүкіл қазақтың өнері, бүкіл Уранқайдың өнері, бүкіл көшпенділердің өнері, Туба халқының, Дөрбет халқының салт дәстүрін әлемге танытқан компаниялардың қызметкерлеріне, компанияға қызмет көрсеткен халқым сіздерге рахмет айтамын. Біз мақтанышпенен Монғолияның Баян-өлгей аймағының компаниялары қазір шетелдік дәрежеде жұмыс жасап жатырмыз. Мақтанып айталамыз, Қазақстанның экотуризмін дамытуға да біздің компаниялардың қосып отырған үлесі орасан зор. Бұл межелі істі осы бастаманы көтеріп қолдап берген Баян-өлгей аймағының басшылығына және де іс басқарып жүрген азаматтарға, бейресми ұйымдарға рахмет айтамыз. Біздің дәстүріміз дүние жүзіне танылуға тиісті. Қыстың туризмі даму керек. Біз барлығымыз осыны қолдаймыз. Сондықтан сіздерге межелі іс болсын, жыл сайын жүргізейік, қанатымызды кеңге жаяйық демекпін. Ұлыстарыңыз оң болсын, ақтарыңыз мол болсын. Рахмет сіздерге. Егерді Алтай көшпенділерінің алғашқы ашылу салтанатына келген құттықтау сөз жолдаған барлық азамат-азаматшаларға, ел бастаған ағаларға алғысымыз шексіз, қошеметтеріңіз болсын. Жалғастырайық. Баян-өлгей аймағын засыгдарган тамген қазір хүндітке бойын топтық. Тәнік, орны түйін хүлчтейін төде оролса ғол немеректен өндірер ұнылч, Баян-өлгей аймағын хүндіт тендігер шағынап. Баян-өлгей аймағын засыгдарға қылымған.
Мөн дараагийн хүн маань Д Баяра. Мөн адилхан хүндэт тэмдэг. Баянгид аймгийн хүндэт тэмдгээр Б Баятэн 83 настай бүрэгч. Мөн 18-нд энэ сарын шагаан тэмцээн маань амжилттай зохион байгуулагдаж дууссан. Тэгээд одоо шагналаа гардуулъя. За хаврын баярын үйл ажиллагаанд хүрэлцээрсэн 5 хүнд өнөөдрийн гал харуун олон мэндийг хүргэе. Сая 3 сарын 17-18-нд Цуу харуунд нийт 50 харуач, багийн харуунд 8 баг оролцож дөнгөө гаргасан. Үүнд 1-р ойронд багийн харуунд анх хоёр агтгчтай онцгой байдлын баг. 2-р ойронд ууган баяр агтгчтай Өлгөс өмнө 8-р огийн баг. 3-р ойронд Лувсан цэрний агтгчтай 340-р ангийн баг. Баг дамжиж яваарай. Анх хоёр, 2-р ойронд Баян мөнгө, 3-р ойронд мөнгөн. Тусгай ойронд Баяр сайхан амар сайхан. За нийт шагналд авч байгаа нийт хүмүүстэй баяр хүргэе. Баршаңызға көп рахмет. Келесі кезекте бүгінгі салтанатты шараға тағы да өнерін тамашалатқа келіп отырған кішкентай бүлдіршіндерімізді өнерін тамашалайық. Ендеше бірінші аға мектебінің оқушыларының қазақ биін тамашалаңыздар.
Орон нутгаас бэлтгэн хүргэдэг мэдээллийн хөтөлбөр маань баярын өдрүүдийн дугаар ээлж дугаар маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр иргэн уулзлаа. Баяртай үзэгчдээ.